Қыздар, енді банафипай пирогын жасаймыз. Пирогтың тестасының рецепті көрсетілген, ал оның жасалу жолдары ең алғашқы видеода тұр. Осылай пирогымыздың тестамызды жақсылап қолымызбен басып отырып, оқтаудың көмегімен айналдыра отырып, оны сеуіп жайып шығамыз. Тестамыз өте жұмсақ болады, сол үшін өте мұқият боламыз, қыздар. Осындай асты алынатын пирогтың формасына тестамызды екі бүктеп, жайлап салып шығамыз. Сонымен қолымыздың көмегімен астын және де шеттерін басып шығамыз. Және шет жағына кішкене артық қамыр қалдырасыздар. Осындай оқтаудың көмегімен қамырдың төбесін басып, осы айналдыра өтсеңіздер, әдемі узор шығады. Міне піскен дайын пирогымыздың бірінші тестасын 20-25 минутқа пешке салып пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін формамыздан жайлап алып, контейнерімізге орналастырамыз. Және бұл дайын пирогтың үстіне сгущенка қосамыз, вареный сгущенка, менде 3 желания. Сгущенкамызды ашып, үстіне 4-5 ас қасықпен сгущенкамызды саламыз. Қыздар, именно осы сгущенканы қолдансаңыздар болады. Дәмі өте дәмді, ал қатты сұйық сгущенкалармен кішкене дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Осылай қасықтың көмегімен жайлап айналдырып отырып жағып шығамыз. Сгущенкамызды жағып болғаннан кейін бананымызды аламыз. Егер сіздерде үлкен банан болса, бір банан қоссаңыздар болады. Менде осындай кішірек 2 банан болып шықты. Сол себептен мен 2 оқ қостым. Жақсылап сыртын ашып, бананымызды тураймыз. Бананымызды турап болғаннан кейін, осы тестамыздың үстіне біртіндеп жекелеп орналастырып шығамыз. Енді кремін жасайық, қыздар. Кремін жасау үшін бізге 33% сливки керек. Мен осындай мила сливкиін қолданам. Осы өте жақсы. Ашпай тұрып, сливкимізді жақсылап осылай араластырып аламыз. Шайқап, араластырып. Ыдысымызға жайлап өлшеп отырып, сливкимізді қойып шығамыз, қыздар. Сливкимізді құйып алдық. Одан кейін творожный сырымызды қосамыз. Менде 69% творожный сыр. Және де сахар мен пудрамызды қосып, осы 3 ингредиентті миксердің көмегімен араластырамыз. Миксерімізді айналдыра отырып, жайлап араластырамыз, қыздар. Ең бірінші осылай, ең төменгі деңгейден бастап, яғни ең төменгі жылдамдықпен ең жоғарғы жылдамдыққа дейін көтеріп отырасыздар. Мысалға, бірінші жылдамдық кішкене 1-2 минуттан кейін екінші, үшінші, төртінші солай жылдамдығын көтереміз. Сонда бізде қою крем шығу керек, қыздар. Осындай ақпайтын әдемі крем шығу керек. Бұл кремімізді біз одноразовый мешокпен, насадканың көмегімен орналастырып шығамыз пирогымыздың бетіне. Мешогымыздың ең түбі жақтарын қайшымен кесіп, насадкамызды мешогымыздың ішіне саламыз, қыздар. Міне насадкамызды саламыз. Ұзынырақ бір ыдысқа алып, өзімізге ыңғайлырақ мешогымызды орналастырып, үстіне кремімізді осы лопатканың көмегімен жақсылап араластырып салатын боламыз, қыздар. Кремімізді осы салып аламыз. Сонымен одноразовый мешогымызды көтеріп, кішкене тегістеп кремді. Осылай ауасын шығарып жібереміз, қолымызбен басып-басып. Сонда әдемі болып түсетін болады салатын біздің узорымыз. Кез келген насадканы қолдансаңыздар болады, қыздар. Осылай шетінен бастап кремімізді сығып отырып, екі қолымыздың көмегімен орналастырып шығамыз.
Міне кремімізді орналастырып болдық, қыздар. Осымен біздің пирогымыз дайын болады. Және де холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз.